Бәріне сәлем. Бүгін мен өзімнің YouTube каналымда өзіме өте қызықты бір тақырыпты айтпақшымын, және ол ақша туралы. Ақшаны қалай табу керек, ақша вообще қалай табылады, және менің ақша туралы 4 түсінігіммен бөліскім келеді. Осы видеоны жазбас бұрын өте қатты ойландым. Осы тақырыпта мен айта аламын ба, шынымен де пайдалы ақпараттар бере аламын ба, адамдарға пайдалы бола аламын ба осы видеомен деп, өз ойларыммен деп көп өзімен диалог жүргізе келе, шынымен де менің белгілі бір ойларым, осы 4 түсінігім пайдалы болады деген шешімге келдім. Және де менің бір подругам бар, ол айтады, сенің ақша туралы ойың шынымен де маған қызықты деп, и ол менің күнделікті өмірдегі белгілі бір ойларымды көріп, менің қалай ақша табатынымды көріп, осылай айтып жатыр деп ойладым. И сіздерге де пайдалы болады деген үміттемін. Мен ойлаймын, ақша деген ең үлкен ресурстардың бірі, бізге берілген. Біз онымен қалаған затымызды ала аламыз, баратын жерімізге бара аламыз деген сияқты. Даже су ішкіміз келсе, суды да сатып аламыз ақшамен. Белгілі бір энергияның түрі. Видеоның басында айтқым келеді, біздің ойларымыз негізі біздің өмірімізді құрайды. Яғни сенің жасап жатқан әрекетің просто так жасалып жатқан жоқ, сенің белгілі бір ойларыңның жемісі, ол әрекет. Сондықтан ойларымызды білу, онымен жұмыс жасау өте маңызды деп ойлаймын. Именно ақшаға қатысты ойларымызбен жұмыс жасау тоже маңызды. Және ең бірінші менің түсінігім, ақша жақсы істерге жұмсалады. Мен ойлаймын, что ақша жақсы жақтарға жұмсалады. Егер біз осылай ойламасақ, ақшаны жаман деп ойласақ, оны табу бізге қиындыққа түседі. Себебі ол жаман деп қараймыз да. Жоқ, ол жаман нәрсе, сондықтан мен лучше азырақ ақша тапсам нормально деген сияқты. Если көп болса, ол жаман деген сияқты. Сондықтан ақша жақсы жаққа жұмсалады, яғни өзімді солай осы ойларға жетелеу маңызды деп ойлаймын. Ақшамен біз көп нәрсе істей аламыз, өзіміздің армандарымызды орындай аламыз, жақсы өмір сүре аламыз, өміріміздің сапасын көтере аламыз деген сияқты. Осындай ой ең бірінші менің миымда тұрады. Біз осы ақшамен өзіміздің денсаулығымызды, мен ойлаймын, мен өзімнің денсаулығымды жақсы жаққа өзгерте аламын, өзім қалайтын затымды ала аламын, мен ата-анама көмектесе аламын, мен көп нәрсені, вообще өмірдегі барлық жақсылықтың бәрін жасай аламын деген сияқты ойда тұрамын. Негізі ақшасыз да жақсылықтар жасауға болады, бірақ ақшаң болған кезде сенің көбірек ресурсың, көбірек энергияң болады. Сондықтан ақша тек жақсы жақтарға жұмсауға болады, жұмсалады деген ең бірінші менің түсінігім. Екінші түсінік, ақшаны оңай, қиналмай табуға болады. Мен мысалы жанымдағы адамдардан көп көремін, прям таңертеңгі 9-дан бастап кешкі 9-ға дейін жұмыс жасайды, немесе кешкі уақыттарда жұмыс жасайды, таңертең негізі өмір сүретін уақытында ұйықтайды деген сияқты. Сондай бір моменттерді жанымдағы адамдардан көрген болатын, и мен олай негізі жұмыс жасап көрмеппін. Мен оның қандай екенін айта алмаймын, бірақ всегда олардың энергиясын түсіп жүргенін, белгілі бір нәрселерге үлгере алмай жатқанын көргенде, білейін деп ойлаймын да, мен негізі басқалай да ақша табуға болады ғой деген сияқты. Сондықтан біздің ойымыз, что ақшаны қиналып табу керек, тек қана сондай, сен қиналсаң ғана жақсы ақша табасың, сен еңбектеніп жатқаның көрінеді деген сияқты белгілі бір ойларды өзгертуге болады да. Ақшаны оңай табуға болады, шынымен де адамдарға көмектесе отырып, ол жерде де жұмыс жасайсың, бірақ өзіңе оңай да, өзіңнің қабілеттеріне сай белгілі бір жұмыстарды жасау арқылы оңай, қиналмай, нормально табуға болады. Яғни ол это не значит, что бәрі күшті болып кетеді, дым жұмыс жасамайсың, все, ақша саған келе береді деген сияқты емес. Оның өзінің жұмыс процесінде белгілі бір қиындықтары болуы мүмкін. Сен былай күнделікті қиналып, не үшін олай деген сияқты ойлармен жұмыс жасамайсың. Көп уақытта сен жеңіл қимылдайсың, жеңіл жұмыс жасайсың дегенді білдіреді. И соған қарай саған ақша да келе бастайды. Сондықтан осы ой маған қатты көмектеседі. Ақшаны оңай, күшті, наликке табуға болады. Келесі маңызды түсінік, ол ақша запростарыңа қарай келеді. Мен байқағанмын, менің запростарым, менің белгілі бір қалауларым жоқ кезде мен басқа айлардан қарағанда азырақ ақша тапқанмын. Мен өзімнің ай сайын қанша теңге табатынымды есептеп отырамын да. Қанша теңге табамын, қанша жаратамын, примерно есептеп отырамын. И сол кезде көрінеді. Белгілі бір айларда мен көбірек тапқанмын. Неге? Себебі менің қалауларым көбірек болған.
мен ағылшын тіліне барғым келген, IELTS тапсырғым келген, мен мама папама көмектескім келген деген сияқты. Сол кездерде мен көбірек ақша тапқан, соответственно көбірек желанияларымды, сол запростарымды жабу үшін соған қарай әрекет еткен, и сол ақша маған келген, и белгілі бір жерлерге солай жұмсалынып отырған. Сондықтан біз көбінесе ақшаны былай, ой, мен келесі айда 2 миллион табуым керек деген сияқты. Мысалы, менде де сондай болатын, мен келесі айда осынша миллион табуым керек деген сияқты ойлар болатын. И қазір мен оларды кішкене алып тастаймын да, маған не керек? Мысалы, келесі айда мен не істеймін, не қалаймын, маған не керек деген белгілі бір өзіме сұрақ қоямын, и соған байланысты ақша табуға тырысамын. Яғни біз ақшаны емес, қалайтын нәрселерімізді көбірек ойлануымыз керекпіз. Және ең соңғы түсінігім, ол ақша адамдар арқылы келеді. Біздің ақшаларымыз бәрі адамдар арқылы келеді. Сондықтан мен көбінесе адамдармен жақсы қарым-қатынас жасауды, яғни жұмыс жасайтын адамдармен, вообще өмірдегі барлық адамдармен жақсы бір қарым-қатынаста қалуды өзіме қамтамасыз етемін. И всегда олардың ойларын сұраймын, не қалайтынын сұраймын деген сияқты. Осындай менің принциптарым бар. Мен негізі 19 жасыма дейін ақша туралы мүлдем ойланып көрмегенмін. Маған даже қызық болмаған, потому что білмеймін, может ата-анам маған көмектесті, менің стипендиям болды университеттегі. Сол ақша түсіп тұрғаннан кейін қатты ойланбайтынмын. Бірақ уже 19 жасымда өзімнің ақшам болғанын қалаймын, өзімнің ақшама өзімнің қажеттіліктерімді алғым келеді деген сияқты белгілі бір желание туды. И содан бастап ақша тауып бастадым. Ал 2020 жылы менің қолыма бір кітап түсті, Бодо Шефердің «Путь к финансовой свободе» деген. И сол кітапты оқығаннан кейін менде ақша туралы жақсы бір түсініктер, ойлар қалыптаса бастады. Ол жерде прям көрсететін ақша не екенін, бізге не бере алатынын, біз оны қалай көбейтуіміз керек, қалай табуымыз керек деген сияқты осындай тапсырмалар берілетін. Сол кітапты оқығаннан кейін менде белгілі бір жақсы түсініктер қалыптасты деп айта аламын. И осы кітапты оқуға тоже кеңес беремін. Сіздерге видеоның соңында осындай бір жаттығу айтқым келеді. Мен де осыны жасап көрген болатынмын. Сіздерге ақпаратты алып, немесе белгілі бір өзіңізге ұнайтын блокнотыңыз, жазып жүрген блокнотыңызды алып, ақша таба алатын 15 способты жазып көру керек. Қай жерден ақша таба аласыз? Прям миыңызды іске қосу керек та. Қазір енді сізде бір ғана жұмыс, немесе 2 жұмыс, белгілі бір 3-4 жерден доход келіп тұрған шығар. Оларды көбейтудің жолын іздеу, біздің миымызға сигнал беру. Вот осылай да ақша табуға болады, вот осылай да ақша табуға болады деген сияқты. Осы практиканы жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Және де осы видео пайдалы болса, маған тіркеліп кетіңіздер, комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар. Менің инстаграм парақшама тоже тіркеліп алыңыздар. Бәріне пока.